бұған дейін онкологиялық скринингтерді мәмс жүйесінде жүргізсе, 2025 жылдан бастап тегін медициналық көмек беру аясында барлық азаматтарға скринингтің барлық түрі тегін. Медициналық санитарлық алғашқы көмек көрсету орталығындағы учаскелік дәрігерлермен медбикелер алдын ала осы скринингтен өтетін нысаналы топтардың тізімін біріктіріп, ол кісілерді алдын ала телефон шалу арқылы шақырып отырады скринингке. Немесе егер азаматтар өздері скринингтен өткісі келсе, олар сол өздерінің бекітілген тұрғылықты мекен жайы бойынша учаскелік дәрігеріне хабарласып, не болмаса колл-центр арқылы тіркеліп барып скринингтен өте алады. Соңғы 10 жылдың ішінде біз осы скрининг жүргізудің арқасында жаңағы жатыр мойын обыры мен жаңағы сүт безінің обырын 89%-ға жаңағы бірінші сатысы мен екінші сатысын ерте анықтап отыр. Бізде скрининг 2 этаптан тұрады. Бірінші кезеңде азаматтар келіп қан анализдерін тапсырады. Жаңағы әр нысанның өзінің алатын анализдері бар, жүргізілетін тексерулерін өткеннен кейін, егер нәтижелерінде ешқандай ауытқу болмаған жағдайда, медбикелер ол кісілерді медициналық ақпараттық жүйеге тіркеп, науқастарға салауатты өмір сүру салтын түсіндіріп, уақытылы скрининг өту туралы ақпараттарды ұсынып босатылады. Ал егерде науқастар келгенде тапсырған анализдерінде егерде кейде бір ауытқулар анықталған жағдайда, дәрігер оларды ақпараттық жүйеге енгізіп, екінші кезеңдік тексеруге өткізеді. Және де тереңдетілген жаңағы мамандандырылған тексерулердің қорытындысы бойынша науқасқа диагноз қойылып, егер созылмалы аурулар, қатерлі ісіктер анықталып жатса, ол науқастарды диспансерлік бақылауға алады.